رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان Ораза қабыл болсын. Ардақты ағайын, қадірменді Хикмет студиясының көрермендері, бүгін міне біз өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Аллаға шүкір, осы Рамазан айында міне соңғы жағына да таяп қалдық. Енді бірер күнде міне көптен күткен мұсылманның ұлық мерекесі айтта келіп қалды. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы туыстық қарым-қатынасты арттыру жағдайына келіп отырмыз. Өйткені енді айттаймыз, айт кезінде туыстарға барамыз. Бұл да біздің дініміздегі бұл өзекті тақырып. Жалпы бұл туыстық қарым-қатынасты арттыру бұл мұсылмандардың бір ең өзекті тақырыбы. Осы орайда студия қонағы бар, таныс болыңыздар. Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Қанат Қыдырмен арнайы келіп отыр. Қанат ұстаз, ассалаумағалейкум. Алейкум. Қош келдіңіз. Енді жаңа айтып өттім, дінімізде осы туыстық қарым-қатынасқа өте терең мән берілетіні. Осы адамдардың абзалы да осы туыстық қарым-қатынасты үнемі бір арттырып отырған жан емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен осы дінімізде осы туыстық қарым-қатынастың байланысты арттыруға қандай бізде үгіттейді? Не айтылады? Барлықтың мақтау Алла тағалаға болсын, ардақты пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Жалпы бұл үлкен тақырып. Құранның көптеген аяттарында туыстық қарым-қатынас жайында айтылған аяттар бар. Жалпы ардақты пайғамбарымыздың осы туыстық қарым-қатынасты сақтау, оны бекем ұстау иманнан екендігі, яғни Аллаға иман келтірген адам сол туыстық қарым-қатынасты ұстайтындығы жөнінде айтылған пайғамбарымыздың хадистері бар. Ардақты пайғамбарымыз айтады: "Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахири", кімде-кім Аллаға және ақыретке иман келтірген болса, қонағын күтсін дейді. Кімде-кім Аллаға, ақыретке иман келтірген болса, туыстық қарым-қатынасын жақсартсын дейді. Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, онда жақсы сөз сөйлесін, әйтпесе үндемесін дейді. Осы ардақты пайғамбарымыздың өсиетінде Аллаға, ақыретке иман келтірген мұсылман адам ол туыстық қарым-қатынасын бекем ұстайтындығы жөнінде баяндап отыр. Егерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның өміріне көз салатын болсақ, сирасына үңілетін болсақ, алғашқы Құран аяттары түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғор хиро дейді, хиро үңгірінде болған кезде алғашқы Алақ сүресі 5 аят түседі. Сонда Жәбірейілді алғаш көзімен бейнесінде көрген Алланың елшісі алғашқы Құранның аятын түсірген кезде пайғамбарымызға ол ауыр болып үйге келетте зәммилуни дейді. Мен ораңдаршы деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алғашқы аяттың ауырлығы бар, сол аманаттың келуі бар, осылай қорыққан екен. Сонда Хадижа анамыз пайғамбарымыздың жолдасы пайғамбарымызға айтады, себебін сұраған кезде мен жаным үшін қорықтым деген кезде пайғамбарымызға Хадижа анамыз мынандай бір сөзді айтады: "Валлахи ла юхсика Аллаху абада" дейді. Аллаты мен ант етемін дейді пайғамбарымызға, Алла тағала сені ешқашан қорғалмайды дейді. Деп пайғамбарымыздың бірнеше сипаттарын айтады. Фаиннака, шындығында сен дейді, ла тасилу рахима, туыстық қарым-қатынасты өте жақсы ұстайсың дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллаты мен ант етемін, сен Алла тағала қорғалмайды, өйткені сен туыстық қарым-қатынасты бекем ұстайсың, қиналғанға сүйеу боласың, қонақты күтесің, қиналғандарға жәрдем бересің, ақиқатқа көмектесесің деп пайғамбарымыздың бірнеше бойында біткен сипаттарды Хадижа анамыз баяндап береді. Соның ең алғашқысы тұрған кезде мәселе Хадижа анамыздың сипаттап берген пайғамбарымыздың бойындағы қасиет, ол туыстық қарым-қатынасты өте жақсы байланыста болған. Сондықтан да бұл пайғамбарымызды Алла тағала Құранда айтады: "Лақад кана фи расулиллахи усватун", шындығында Алланың елшісінде сендерге көркем үлгі бар дейді.
пайғамбарымыздың өмірі, оның сүннеті ол Алла Тағаланың ризалығына тікелей жол. Пайғамбарымыз ендеше туыстық қарым-қатынасты бекем ұстаған болатын болса, бұл Алланың жақсы көретін ісі, пайғамбарымыздың үндеген нәрсесі. Және бұл тақырыпта айтылған көптеген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистері, өсиеттері, өмірінде де тіпті туыстық қарым-қатынас бұл адамның жасаған күнәларын кешіруге себепкер болатын амал екендігін пайғамбарымыз айтады. Бірде бір адам үлкен күнә жасап қойдым, қалай одан арылсам болады деп пайғамбарымызға келген кезде, пайғамбарымыз анаң тірі ме деп сұраған. Сонда ол қайтыс болды дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анаңның туыстары, сіңдісі бар ма дейді, тірі ме дейді. Иә дейді. Ендеше соған жақсылық ізгі амалдарды жаса дейді. Бұл хадистен анасының туыстарына жақсылық жасау күнәнің өшірілуіне себеп екендігін баяндап отыр. Ендеше осы сайып келгенде бұл тақырыпта айтқан ардақты пайғамбарымыздың хадистері де өте көп. Ғұламалардың мынандай бір қағидасы бар. Туысына хайырлы бола алмаған адам қоғамға хайырлы бола алмайды дейді. Туысына хайырлы бола алмаған адам қоғамға хайырлы бола алмайды дейді. Сондықтан да туысына пайдалы, туыстарына берекелі, олардың жанында қуанышына ортақтасып, қиындығында бірге болған адам бұл қоғамға да ол жанашыр, қоғамға да қолын ұшын тигізетін берекелі адам болмақ. Алла разы болсын. Енді Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам кедейге берілген садақаға бір сауап, туысқанға берілгенге екі сауап дегені бар. Осыдан-ақ біз туысқандардың арасындағы бір жақындықты сезуге болады емес пе? Дұрыс. Жаңа жоғарыда айтқандай, ардақты пайғамбарымыздың сөзі бұл туыстық қарым-қатынасқа садақа беруге байланысты. Сонда оған екі сауап деп айтады. Біріншісі туыстық қарым-қатынасты ұстану, екіншісі садақа деп айтқан. Әрине бұл туыстардың арасындағы қарым-қатынасқа бір-бірімен түсінісуге себепкер болатын амал бұл хайырлыс екендігін пайғамбарымыз айтып отыр. Енді пайғамбарымыздың мынандай бір осы тұста айтқан хадистерінің бірінде кімде рызықының мол болуы, яғни рызық дүниесінің мол болуы және өмірінің ұзақ болуы қуандырса, туыстық қарым-қатынасты жақсартсын дейді. Бұл жердегі пайғамбарымыздың хадисінде туыстық қарым-қатынас адамның ғұмыр жасының ұзақ болуына себеп және рызықының молаюына себеп, Алла Тағаланың жақсы көретін амал екендігін айтып отыр. Әрине тағдырға бекітілген нәрсе, Алла Тағала оны өзгертем десе, кімнің ғұмыры мысалы белгілі бір уақыт белгіленген болса, оны созам десе де, ол Алла Тағаланың қолында. Сондықтан да адам рызықын молайтам деп ниеттелген болса және ғұмыр жасы ұзақ боламын деп ниеттеліп соны қалап армандаған болатын болса, туыстарымен қарым-қатынасты жақсартуы міндет екен. Енді мына біздің қазақта айтады, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деп жатамыз. Осы арадағы ағайыннан безу, туысқандықтан бір алыстап кетудің зиянды тұстарын сұрағым келіп отыр. Дінімізде не айтады бұл туралы? Дұрыс. Кез келген енді пайғамбарымыздың үндеген сүннетінен болған амал, ол жәннатқа итеретін амалдардан болса, оның керісіншесі ол тозаққа себеп болатын іс екендігі бұл хадистерден де, пайғамбарымыздың сөздерін, өсиеттерінен де байқасақ болады. Пайғамбарымызға бір сахаба келген екен. Ей Алланың елшісі дейді, маған жәннатқа себеп болатын, жәннатқа кіруіме себеп болатын амал туралы айтшы дейді. Сонда пайғамбарымыз былай деп жауап береді. Алла Тағала, жалғыз Алла Тағалаға құлшылық етіп, оған серік қоспа дейді. Намаз оқы, зекет бер және туыстық қарым-қатынасты күшейт деген екен. Осы тұста туыстық қарым-қатынас жәннатқа себеп болатындығын айтып отыр. Ал пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде ля ядхулул жәнната қатиғ рахим дейді. Шындығында туыстық қарым-қатынасты үзген ол жәннатқа кірмейді деп
айтқан екен пайғамбарымыз. Сондықтан да туыстық қарым-қатынасты үзу ол тозаққа түсуге себеп болады екен. Алла тағала одан сақтасын. Енді бір нәрсені ескергеніміз жөн болады. Мысалы адамның өмірінде таңдаулар болады. Жұмысты, үйді, тағы да басқа жерді, тұратын тұрғылықты жерді таңдауға болады. Бірақ адамға таңдау еркі берілмеген нәрселерге жататын, ол өзіңнің ұлтыңды таңдай алмайсың, түріңді таңдай алмайсың, ата-анаңды таңдай алмайсың, сонымен бірге туысқандарыңды да таңдай алмайсың. Яғни біз туысқандардың ішінде әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, жақсы, жанашыр, өзіңізге мейірімін, жүрегін ашып тұратын туыстар болуы мүмкін, бірақ жақсылықты дұрыс бағаламайтын да туыстар болуы мүмкін. Бірақ қайсысы болса да онымен туыстық қарым-қатынасты үзбеу бұл жәннатқа кіргізетін амал. Өйткені бұны туысты адамның өзі таңдай болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпылама үмметке айтқан болатын. Пайғамбарымызға бір сахаба шағымданып келеді. Мен туыстарым бар, мен әрдайым жақсылық жасаймын, оларға көмектесем дейді, бірақ ол маған зұлымдық жасайды, олар маған әділетсіздік жасайды деп шағымданып келген екен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол адамның сол ізгі амалын жалғастыра беруін үндеген екен. Өйткені өзінің туыстары онымен туыстық қарым-қатынасты үзсе де, бірақ үзбеуге тырысып, оған керісінше жамандыққа жақсылық жасаған амал пайғамбарымызды қуандыратын амал екендігін айтып, пайғамбарымыз әрі қарай жалғастыра беруін насихаттаған екен. Алла тағала сондықтан да осы бізге туыстарымыздың арасында таңдауға барлығы берілмегендіктен біз солардың барлығымен жақсы қарым-қатынаста, көркем мінезде, бәлкім адамға жәннатқа кіруіне себеп әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, пайғамбарымыз айтады, бір адам жолда келе жатып, жолдағы адамдарға зиян келтіретін тікенді алып тастаған үшін ғафараллаху лаху дейді, Алла тағала оны кешіріп жіберді дейді. Бір адам шөлдеген итке су берген үшін қатты қиналып, құдыққа арнайы түсіп, сол итке су берген үшін Алла тағала оның мейірімін алып кешірді дейді. Бір адам мысықты қамап қойып үйде тамағын бермей, сусынын бермей, сөйтіп өлтірген адам тозаққа түскендігін айтады. Яғни кез келген бір амал адамның айналасындағы адамға не жәннатқа, не тозаққа себепкер болуы мүмкін. Сондықтан да әрбір адам, мысалы, егер туыстық қарым-қатынас жөнінде Құранның аяттары, пайғамбарымыздың сөздері жәннатқа кіретін амал екендігін айтып жатқан болатын болса, бәлкім сіздің жәннатыңыздың есігі сол туыстық қарым-қатынас арқылы болуы мүмкін. Сондықтан да адамдар әрдайым туыстардың арасында қандай да бір қиындық болатын болса, соның жанынан табылуға тырысу керек. Ол жерде сауап бар, Алланың ризалығы бар. Қуаныш болатын болса, оған да тырысу керек, оны қуанышпен бөлісу керек. Ол жерде де Алла тағаланың ризалығы бар екен. Сондықтан да альхамдулилля, осы ислам дінінің кемелділігі, көркемділігі, пайғамбарымыз айтады ғой, мен иннама бу'иту лиутаммима макаримал ахлақ дейді. Мен мінез құлықты толықтыру үшін түсірілдім дейді. Сол туыстық қарым-қатынаспен қарым-қатынас мінез құлықтың үлкен, әдемі, көркем көріністердің бірі екенін көрсек болады. Жақсы, енді мына кейде бір жақпен бір құдандалы болып жатамыз, қыз алысып, қыз берісіп, осы дәстүрімізге сай. Сонда жаңағы үлкендер сұрап жатады, мына әулеті қандай екен, кімдері бар екен ол әулетте деп. Осы бір құда бол, кімдермен біз құда болып жатырмыз деп сұрап жатады. Бір осы сұрайын деген қазақ дәстүріндегі бір туыстық байланысты түгендеу бір жойылған жоқ. Солай десем қателеспейтін шығармын. Әрине, бұл да жақсы амалдардан болып есептенеді. Егер де мысалы пайғамбарлардың тізбектерін қарайтын болсақ, олардың барлығы текті, ата-аналары, ізгі, сондай жақсы адамдардан, қиянатшыл емес адамдардан болғандығын біз көрсек болады. Бірақ енді өмірде әрине шешесін қарап қызын ал деген сияқты сондай бабаларымыздың да сөздері бар. Бірақ бұл жердегі мәселе, пайғамбарымыз бұл тұста адам 4 нәрсеге қарап үйленеді деген хадисі бар. Жаңағы сіздің айтқан осы жердегі қазақты бабаларымыздың келтірген мақал мәтелдері, даналықтарында осы нәрсе ішіне сыяды. Пайғамбарымыз айтады, тункахул мар'у алал арба'a дейді. Адам 4 нәрсеге қарап үйленеді дейді. Ли жамалиха,
түріне қарап үйленеді және тегіне қарап үйленеді, уалималиха және дүниесіне қарап үйленеді, уалидиниха және дініне, яғни имандылығына қарап үйленеді дейді. Пайғамбарымыз айтады, ал сен болсаң дініне, имандылығына қара дейді. Иә, сұлулығы, тектілігі, дүниесі болса, ол хайырлы. Егер де оның жаңағы бойындағы имандылығы, сипаты бойында болатын болса, қалған үшеуі қосымша болса, ол нұр үстіне нұр. Ал бірақ негізгі Алла тағаланың көрсеткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үндеген мәселесі имандылығына қарау мәселесін айтады. Сондықтан да осы жаңа туыстық кейбір кезде әртүрлі жаңа үйленгендердің арасында сенің туысың, біреуінің туысында бір сүрініп кеткен жерлер болатын болса, соның барлығын тізу, немесе оны үлкен жаңағы өмірлеріне соны әрдайым бетіне басу мәселесінен адам сақтану керек екен. Өйткені бұл адамдар, пайғамбарымыз айтады ғой, күллу бәни адама хатта дейді. Әрбір адам баласы қателеседі дейді. Сондықтан да кез келген адам қателесуі мүмкін. Сондықтан да бұл мәселе үлкен неге дауға айналып кетпеу керек. Оны да мұсылман адам ескерген дұрыс болады. Өйткені ол жаңағы қыз бала өзінің туыстарын жоғарыда айтқандай таңдай алмайды. Олардың арасында әртүрлі жағдай, жаңа өмірде қателесіп жүргендері болуы мүмкін. Кейін дұрысталып, Абай атамыз айтады ғой, адам түзелмейді дегеннің тілін кесереді дегендей сөздерінде. Сондықтан да адам әрине түзеледі, хайырға қарай қадам басады. Осы нәрселерді ескергені нұр үстіне нұр болар еді. Енді Қанат имам, мынандай бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы қазір енді ауылдан қалаға көшіп кеттік, одан қаншама адам қалаға жұмыс іздеп былай да былай кетті. Енді ағайынмен арадағы бір байланысын үзіп алғандар баршылық. Заманның ағымына қарай бір бейімделем деп жаңа туыстық қарым-қатынастан қол үзіп кетті. Осыларға бір не айтар едіңіз жалпы? Альхамдулилля, енді қазіргі таңда, мысалы бұрынғы кезде пайғамбарымыздың кезінде арнайы зиярат етіп, барып, көріп, сәлем беру, бұл солай қалыптасқан үрдіс еді. Бірақ қазіргі технологияның заманы, әлеуметтік желілер бар деген сияқты адамдар туыстарының арасындағы өздерінің байланыс жолдарын жеңілдетіп алған адамдар да өте көп. Сондықтан да жалпы дауысын естіп құттықтап қою, мысалы алыс шалғайда жатқан адам болатын болса, телефон арқылы хабарласып, қуаныштарына ортақтасып, сол сүрінген, қиналған кезі болатын болса, соларға біргеміз деген сөзді айтудың өзі бұл туыстық қарым-қатынасты күшейтетін, соған бастайтын қадамдардан болып есептелінеді. Сондықтан да альхамдулилля, жоғарыда айттық қой, бұл жерде садақа, мысалы жай адамға берсе бір садақа болса, туысқа берсе екі садақа дейді. Сол сияқты сыйлықты бір адамға сыйлық беретін болса, туысқа сыйлық беретін болса, ол екі сауап болады. Мысалы, бірінші сыйлық жасаған үшін пайғамбарымыз тахаду тахаббу дейді. Сыйлық беріңдер, бір-біріңді жақсы көретін боласыңдар дейді пайғамбарымыз. Сол екінші жағынан туыстық қарым-қатынас болып есептелінеді. Сондықтан да ол байланыс әрдайым үзілмеу керек. Амандасу, хабарласу, жаңағы жақындары болатын болса, өз үшін бір-біріне дұға қылуды сұрап, осындай ізгілікте болатын болса, бұл Алла тағаланың ризалығына үлкен жол болып есептелінеді. Бізге әлеуметтік желіге сауалдар көптеп түсуде. Қазір біз бірер минутта оған кезек береміз, бауырлар. Енді мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір әйел үйіне анасы келгенін, оның мүшрик екенін айтады ғой. Сонда жаңағы міне дінімізде жаңа Алла елшісі оны қонақ етіп күтуін бұйырады. Осыдан ақ бір дініміздегі жаңағы оның бір туысқа, оның жаңа басқа дінді таңдап тұрса да қонақ етіп күт деп, туыстық байланысыңды үзбе деп тұрғаны бұл дініміздегі бір үлкен мәні, мағынасы бар екенін айтып тұрған сияқты. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде тек қана, яғни иман келтіріп дінде болған адамдар ғана емес, бұл жерде әртүрлі, жоғарыда айттық, бұл туыстық әр тарапта болады. Мысалы, ізгілік ол жалғаса беру керек. Пайғамбарымыздың кезіндегі сахабалардың да көбінесе өздері пайғамбарға артына еріп, оған иман келтірген кезде кейбіреуінің аналарының өзі жаңағы мүшриктерден болып серік қосып пайғамбарға ермеуге шақырса да, олар қарым-қатынасты олармен үзбегендігі жөнінде
көптеген жаңағы риуаяттар сирадан көрсек болады. Сондықтан да әрине бұл жерде тек қана олардың емес, тіпті әртүрлі жағдайға түсіп кеткен туысқандардың арасында адамдар болатын болса, сол адамға негізгі жүрегіне төте жол ол сіз болып есептелінесіз. Не үшін? Өйткені сырттан келіп ол адамды бір түзетіп кету, немесе тағы да басқа ол адаммен бір сөйлесіп, ашылып сөйлесуі кез келген адамның мүмкіндігі бола бермейді. Кезінде бірге табақтас болып, бірге қуанышта, бірге қиындықта бірге болған сол туысқаныңыздың жан дүниесін түсінетін ол сіз болуыңыз мүмкін. Сондықтан онымен қарым-қатынас жасау тікелей төте жол сіз. Адам ойламау керек, мысалы біреу келіп ол адамды бір түзетіп кетеді, немесе тағы да басқа. Керісінше өзі барып соған жылы сөйлесіп, осы Алладан дұға қылып, мысалы өмірде де сондай көптеген оқиғаларды білеміз. Кезінде сондай бір жаңағы ащы су ішіп, сондай әртүрлі қиын жағдайға түсіп кеткендерді қалтырмай, олармен қарым-қатынасты үзбей байланыста болған кезде сол нәрселерден арылып, тәубаға келіп, имандылыққа келіп жатқан қаншама отбасындар бар. Сондықтан да расында да бір адам мынау кісі бұзылыпты, немесе солай бір жағдайға түсіп кетті деп сыртынан баға беріп кетіп қалуы мүмкін. Ал бірақ туыстық болғаннан кейін, туыстық қарым-қатынас бұл уақифухум иннахум масъулун дейді. Алла Тағала Құранда айтады, тұрғызыңдар оларды, олар бүгін сұралады дейді. Яғни біз ендеше туыстарымыз жөнінде де сұралуымыз мүмкін. Алла Тағала Құранда алғашқы аяттар түсірген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сол алғашқы аяттардың бірінде уәңзир аширатакал ақрабин дейді. Алла Тағала Құранда сен бірінші жақын туыстарыңды ескерт дейді пайғамбар. Дінді, сол қасиетті, имандылықты кіммен бірінші бөлісу керек деген кезде пайғамбар туысқанмен бөлісу керек екендігін айтады. Сонда өткен жолғы да сұхбатымызда айттық қой, пайғамбар саллаллаху алейхи Сафа деген тауға шығады да өзінің туыстарын жинайды. Жинап, егер де мен мынау таудың артында жау келді десем, сенесіңдер ме дейді. Сенеміз, өйткені сен ешқашан өтірік айтпағансың дейді. Ендеше мен Алладан келген елшімін деп өздерінің тозақтан құтылуын, Алланың ризалығына бастауын, сол ең бірінші өзінің туыстарынан бастағанды. Сондықтан да кез келген жақсылыққа лайықты, өзіңіздің қуанышыңызбен бөлісуге лайықты адам ол туысыңыз, жақыныңыз. Сондықтан да ғұламалар айтады, туысына қайырлы бола алмаған адам қоғамда қайырлы бола алмайды дейді. Яғни қоғамда қайырлы болу үшін өзінің жақынына, жанашырына, өзінің әулетіне пайдалы болу керек екендігін ғұламалар айтып өткен. Енді қанат ұстаз, осы туыстық қарым-қатынасты арттырып, үнемі байланыс жасап жүргендерге қандай жақсылықтар бар? Әрине, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жоғарыдағы айтқан хадистерінде ең абзал амал не деген кезде, жаңағы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатқа кіретін қандай амал деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Аллаға серік қоспау, оған ғана құлшылық ету, намаз оқу, ораза және туыстық қарым-қатынас деген. Бұл абзал амал деп айтқан. Екіншісі, рызықын адамның мол айтады, ғұмыр жасын ұзақ қылады. Қараңыздар, бұл үлкен Алла Тағаланың жаңағы беріп жатқан сауабы шексіз амалдары. Және адамға бір туыстық қарым-қатынасқа әрекет жасап, амал қылған адамға екі сауап бар екендігін баяндап отыр. Ендеше осындай бір үлкен амалдар бұл қалай жүзеге асырады деген кезде, әрине олармен жылы, көркем сөйлесу, сыйлық беру, зиярат ету, қуаныштарына ортақтасу, қайғыларында бірге болу, осындай үлкен амал. Яғни сіздің айналаңыздағы туыстарыңыз тоңса жылу беру, қарны ашса тамақ беру деген сияқты не нәрсеге мұқтаж шама келген болатын болса, сол мұқтаждықты өтеуге барынша әрекет ететін болса, иншалла сол ізгі амал болып, туысқанға қарым-қатынастың ізгі амалы болып есептелінеді. Мысалы, әртүрлі біреу туысқандарының бір үй салып атуы мүмкін, соған бір күнін арнап, соған көмектесіп жіберу. Яғни әртүрлі, яғни сіздің туысқаныңызға байланысты не нәрсеге ол қажет болып тұр, мұқтаж болып тұр, соның жанынан табылатын болсаңыз, туыстық қарым-қатынастың ең абзал амалы сол болып есептелінеді. Алла разы болсын. Енді біздің осы сұхбат барысындағы сауалдарымызды енді қойдық. Иншалла
әлеуметтік желі арқылы келіп түскен сауалдарға бір кезек бергім келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Шәуәл айының бірінші күні, яғни 24 мамыр нәпіл ораза ұсталмай ма? 25-нен бастап ұстауға бола ма? Енді бірінші күн ол айт. Айт, Шәуәл айының бірінші күні ол айт. Айт күні мұсылман ораза тұтпайды. Керісінше ауызды тұту күнә болып есептенеді. Рамазанда ауызды ашу күнә болатын болса, бұл жерде ауызды бекіту күнә болып есептенеді. Бұл мереке. Енді одан кейінгі күндерді жалғастыра берсе болады. Бірақ енді мысалы қазақта сондай бір қалыптасқан 3 күн айт деген, адамдар көбінесе бір күн жетіспей қалады да, бір-біріне кіріп шығып, құттықтап, дастарханнан дәм татып, жеті үйге кіріп, тағы да біраз үйлерге кіріп, сондай бір әрекет бір үлгере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан да Шәуәл айы әрине кең, бір айдың ішінде, яғни ғұламалар екі ойды айтқан, яғни бірден Шәуәл айында бірде айттан кейін бірден ұстаса болады деген, бірақ соның арасында жалпы Шәуәл айы бойы 6 күнді ұстаса нұр үстіне нұр деген. Сондықтан да бұл жердегі жаңағы біздің тақырыбымызға да арқау туыстық қарым-қатынасқа себепкер болатын болса, бәлкім ол ораза ұстаса, нәпіл ораза ол өзіне жақсы. Бірақ туыстық қарым-қатынасқа себеп, дастарханды жайып, оған кіріп, сол туыстық қарым-қатынас деген ниетпен шыққан болса, сол кісі әрбір қадамына сауап алады. Пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі барды. Пайғамбарымыз айтады: "Ла тадхулу жанната хатта ту'мину" дейді. Иман келтірмей жәннатқа кіре алмайсыңдар дейді. "Ва ла ту'мину хатта тахаббу", және бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтірмейсіңдер дейді. Мен сендерге бір жолды көрсетейін ба дейді. Егер оны жасайтын болсаңдар, бір-біріңді жақсы көретін болсаңдар, бір-біріңді жақсы көрсеңдер, иман келтіресіңдер, иман келтірсеңдер, онда жәннатқа кіресіңдер. Сонда пайғамбарымызға сахабалар айтады: "Бәлә я Расулалла", әрине айтшы, ол қандай амал деген кезде, "Афшус салама байнакум", араларыңа сәлемді жайыңдар дейді. Амандасыңдар дейді. Көп амандасып жүру жаңағы бұл хайырлы істен. Сонда бір сахаба бір табиғинді ертіп жүрген екен кезінде. "Жүр, базарға барайық" деп. Базар енді адамдардың көп шоғырланған жері ғой. Сосын ішіне кіріп, базардың ішіне біраз жүріп, адамдармен болып сөйлесіп, сонда шығып кеткен екен. Сонда жаңағы табиғин сахабадан сұрайды: "Біз бағана базарға кірдік, жүрдік, қаншама уақытымыз өтті, ештеңе алған жоқпыз. Неге сіз мені бұлай ертіп, ештеңе алмай шығып кеттік" деп себебін сұраған екен. Сонда біз пайғамбардың хадисіне амал қылдық дейді. Біз сәлемді жайдық дейді. Жаңа көрген адамдардың танитынына да, танымайтынына да сәлем бердік деген екен де. Қараңыздар. Сол сияқты осы бір хадиске амал қылу, бұл Алланың ризалығына жетелейтін амал болуы мүмкін. Сол сияқты осы Рамазан айының айтында адам ниеттеліп қойып, иншалла мен туыстық қарым-қатынасында алыста көптен бері хабарласпай кеткен адамдарымызға кіріп шығам, оған байлансам деген ниет қойып, соған әрекет ететін болса, жоғарғы пайғамбарымыздың айтқан сүйіншілердің барлығы сізге тиесілі болуы мүмкін. Сондықтан Алла Тағала мейірімді, кең, жомарт адамнан. Алла Тағала Құранда мынандай бір аятты келтіреді: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина джахаду фина ланахтияннахум субулана" дейді. Кімде-кім біз үшін тырысқан болатын болса, ол адамды міндетті түрде тура жолға саламыз дейді Алла Тағала. Сондықтан да бізден кішкене әрекет керек екен де, әрекет. Анау бір жетімдер үйінде бір кішкентай қыз бала сурет салып жатса дейді, жатыр дейді. Енді сонда бұл не деген кезде, бұл есік дейді жаңағы. Сонда бұл есіктің суретін салған ғой, жаңа кішкентай қыз бала. Содан тәрбиешісі сұраса, бұл есіктен кім кіреді деген кезде, енді имандылық кіреді деп ана кішкентай қыз өзінің ойымен түсіндіріп жатыр дейді. Бұл есіктің тұтқасы қайда? Тұтқасын неге салмайсың деген ғой. Салмадың деген кезде жаңа қыз бала айтады дейді: "Жоқ апай, бұл есік сырттан ашылмайды, ол іштен ашылатын есік" дейді. Іштен ашып шақырып сонда кіреді деп айтады дейді, жаңағы өзінің ойымен. Сондықтан да расында да адамның өзінің ішінен қадам, әрекет Алла Тағала керегі сол да. Көрдіңіз бе? Сондықтан да иншалла бізден ниет етіп, әрекет етіп, сол туыстық қарым-қатынасқа деген ниетімізді дұрыстап соған қадам басатын болсақ, бәлкім біздің жәннатымыздың есігі сол тұста шығар. Мысалы, біреу жәннатқа раян есігінен кіріп жатады, біреу садақа есігінен, біреу тағы басқа есіктен, біреу туысқандық қарым-қатынасы себепті жәннатқа кіруі мүмкін ғой. Алла қабыл ететін болса. Иншалла.
Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем дегеннен не түйеміз? Бізді адамдардың басынбауы үшін мінезімізді көрсетіп қойғанымыз дұрыс па? Енді бізге енді мысалы бабаларымыздан қалған көп сөздер бар, мысалы, иә. Енді Абай атамыздың бір сөзі бар. Ақсақал айтсын, бай айтсын, кім болса мейлі сол айтсын, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске келсеңіз, Құран хадис емес қой, күпірлік қылдың емес қой, қанша қарсы келсеңіз дейді. Яғни кез келген бір мәселеде біз Алланың сөзі мен пайғамбарымыз хадисіне үңілсек болады. Енді пайғамбарымыздың ұстанған жолы қайсы деген кезде жұмсақтық екен де. Пайғамбарымыз Алла Тағала Құранда айтады: "Лау кунта фаддан галидал қалби ланфадду мин хавлик" дейді. Егер сен қаттылық жолын ұстанған болсаң, онда сенің айналаңнан қашып кете береді деген екен. Сондықтан да әрине пайғамбарымыз өте жұмсақ болған, бірақ күнәлі істе пайғамбарымыз өзінің орнын, ашуын көрсетіп қойған. Сондықтан да әртүрлі жағдайларға байланысты бұл ескерілетін амал болып есептенеді. Бірақ сонда да адам жұмсақ адамға берілген хайыр басқалардан көп болады. Басқа адамға берген хайырдан көп болады. Сондықтан да жұмсақтықты жолбасшы ретінде, бойына көркем мінез ретінде сіңдіре білген адам көптеген жетістікке, көптеген жақсылыққа қол жеткізетін болады. Шәуәл айындағы 6 күндік нәпіл оразасы қашан және оның сауабы туралы толығырақ айтып өтіңізші дейді. Енді бұл тұста айтқан ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Кімде-кім Рамазан айының оразасын ұстаған болатын болса, одан кейін Шәуәл айының Шәуәл айының 6 күнін ұстаған болса, кәна сиямуд дахр дейді. Оған 1 жылдық ораза ұстаған адамның сауабы беріледі дейді. Яғни Рамазан айының оразасы бар, Шәуәлдің оразасы бар. Сонда осы Шәуәлдің 6 күнін ұстаған адамға онда 1 жылдық сауап беріледі дейді. Жоғарыда біз ол қашан болатындығын, қай уақыт деген әрине айттан кейін болады. Бірден 6 күнді ұстаса болады, болмаса сол бір айдың ішінде, Шәуәл айының ішінде 6 күнді бөліп ұстаса да бола береді. Сондықтан енді оның сауабы Рамазанды қосқан кезде Шәуәл айынікі бірге 1 жылдық ораза ұстағанмен тең дейді. Сондықтан да бұл өте үлкен мүмкіндік, және Рамазанмен сағынышпен қоштасқан, оразаны сүйе білген, жүрегіне жақын қыла берген адамдар үшін бұл да бір үлкен көркем, Аллаға сүйікті амалдардан болып есептелінеді. Алла Тағаланың елшісінің бір хадисіл құдусиде айтқан сөздері бар. Алла Тағала адам Аллаға парыз амалмен ғана жақындалады дейді. Яғни Аллаға жақын болу үшін парыз амалдарды біз орындауымыз керек дейді. Бірақ құл нәпіл амалдарды жасайды дейді. Қосымша міндет болмаған, парыз болмаған амалдарды жасайды дейді. Хатта ухиббу, мен оны жақсы көріп кеткенше дейін дейді. Ендеше фарыз ол Аллаға жақындататын міндет амал болатын болса, нәпіл амалдарды көп жасау ол Алла Тағаланың махаббатына, Алланы сізді жақсы көруге себеп болатын амалдардан. Соның ішіне міне Шәуәл айының да оразасы кіреді. Енді тамақты тойып жеуге болмайды дейді, бірақ спортпен айналысса, бұлшықеттердің өсуі үшін көп тамақ ішуге тура келеді. Осы туралы ойыңызды айтып өтсеңіз дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тамаққа байланысты пайғамбарымыз айтады: "Нахну қаумун", біз сондай бір қауымбыз дейді. Қарнымыз ашпай тамақ жемейміз, жесек қатты тоймаймыз дейді. Сондықтан да қатты тойудың жалпы мәселесінде бұл жерде пайғамбарымыздың сөзіне сүйене отырып соған әрекет еткен адам сауабын алады, ол дүниесі мен ақыретіне де пайдалырақтау болады. Сондықтан да енді бұл мәселені қарастыру керек. Бәлкім бұның спорттың түрлері көп қой, мысалы, көрдіңіз. Сондықтан да сенімді ізгі дәрігерлер арасында да ол кісіге осындай тамақ ішу дұрыс деп ұйғарған болатын болса, соның ортасын тауып, бұл жалпылама халыққа бола береді деген сияқты мәселені айту қиын. Сондықтан жеке адамға, жеке оның спортына байланысты ол қаншалықты ол жерде пайдалы, өзінің өміріне, ақыретіне пайда, сол нәрселер бәрі қарастырылатын сияқты. Дегенмен де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы адам асқазан 3 бөлікке бөлу туралы, сусынға, асқа, ауаға деген ондай айтылған пайғамбарымыздың
көптеген хадистер бар. Оны ескерсе, иншалла артында сауап бар еді. Ассалаумағалейкум Қанат ұстаз, Аллаға серік қоспау дегенді түсіндіріп берсеңіз дейді. Жалпы серік деген жаныңыздағы серік. Бір адам маған серік болды десе, көмекші, жәрдемші, тағы да қосымша адам деген білдіреді. Енді Алла тағалаға серік қосу деген, яғни Алладан басқа біреуді құдай тұту. Яғни Алла тағаланың сифаттарды соған телу. Мысалы, Алла біз айтамыз, жоқтан бар етті. Ол құлшылыққа лайықты, одан басқа құдай жоқ, оған ұқсайтын ешкім жоқ деген сияқты. Осындай Алла тағаланың ақидаға байланысты келтірген көптеген жаңа сифат, зәти субути сифаттары бар. Мысалы, соған біз иман келтіргеннен кейін тағы да біреуді сол Алла тағаладан өзгені құдай тұту, одан медет тілеу, ол бақыттылыққа жол көрсетеді деп басқа біреуден сұрау, сол серік. Бұл тақырып енді өте үлкен. Сондықтан да біз ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулалла, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген сөзді айту арқылы біз мұсылман боламыз. Яғни ислам дінінің басқа кез келген жаңағы ойдан шығарылған болмаса кезінде кітап берілгендерден ерекшелігі исламның бұл бір Аллаға ғана табыну. Барлық дін ата-анамен жақсы болуға, жақсылық жасауға, мейірімді болуға шақырады. Кез келген. Сол арқылы ол адамдардың жүректеріне жылы болып көрінеді, адамдар артынан ереді. Бірақ исламның ерекшелігі, ислам тек бір Алла тағалаға құлшылық ету, Алладан басқа құдай жоқ екеніне куәлік ету. Ол исламның, Алланың бірлігін ұстану, басқа діннен ерекшелігі осында жатыр. Және бүкіл пайғамбарымыздың сөзі бар. Бүкіл пайғамбарлар, олар бір-біріне бауыр, олардың діндері біреу болған дейді. Ол қай дін деген кезде барлығы ла иляха иллаллах, Алладан басқа құдай жоқ, Алладан өзгеге серік қоспауға шақырып өткен екен. Ассалаумағалейкум. Ораза қабыл болсын. Түс көріп оны жорған адам Аллаға серік қосқан болып санала ма? Енді серік қосу деп барлығын оған бір істі серік қосуға тірей бермеу керек. Мысалы, көптеген қазіргі қоғамда сол мынау серік қосты, анау серік қосты деген сөз жиі қолданып келеді. Біз бұдан сақ болуымыз керек. Енді түс жоруға байланысты жалпы бұл тура Ибн Сириннің, мысалы ғұламалардың жалпы осыған байланысты айтылған сөздері, тағы да басқа өздерінің ахуал, яғни айтып кеткен өсиеттер бар. Біз енді жалпылама қараған кезде жақсы түс Алладан, жаман түс шайтандан дейміз. Жақсы түс болатын болса, туысқандарыңызбен бөлісіп, жақындарыңызбен бөлісіп, оны айтатын болса, нұр үстіне нұр болады. Яғни жақсылықтың артынан жақсылық келуді жаңа тілеп, бұл бір жақсы белгі екен деп соған үміттену, бұл хайырлы амалдардан болып есептеледі. Ал жаман түс болатын болса, оны айтпайды, сол жағына түкіріп, жаңағы соны қалтырса, нөсінен нұр. Енді бірақ түспен өмір сүрмеу керек. Кейбір адамдар керісінше, мысалы бір күні өзінің ағайындарының арасында бір жаман түс көреді, сол түс арқылы мен түсімді, пәленше затымды, жоғалған затымды пәленше алыпты деген сияқты, одан алып түс жорушыларға барады, бақсыларға барады, балгерлерге барады. Осындай нәрселердің салдарынан қаншама туыстық, қандық қарым-қатынастар және адамдардың бір-біріне күмән тууына себеп амалдар өте көп болып жатыр. Сондықтан да бұл дұрыс емес амалдардан болып есептенеді. Енді арнайы білім иелері, жаңағы осы түске байланысты хабары бар, білімі бар адамдар жорса, нұр үстіне нұр болады. Ал оған шамасы келмейтін, одан хабар жоқ адамдар, бұл тылсым әлем болғаннан кейін бұған әрі қартай терең кірмеген абзалырақ та болады. Коронавирустан сақтанатын дұғаларды айтыңызшы дейді. Енді бұл жерде көптеген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бірнеше дұғалардың легін біз әлеуметтік желіде қойған болатынбыз. Егерде Муфтият KZ, Муслим KZ сайттарына кірсе болады. Бірақ соның ішінде пайғамбарымыздың көптеген дұғалары бар. Аллахумма инни аузу бика минал бараси вал жузами ва мин сайил асқам деген сияқты пайғамбарымыздың дұғасы бар. Алла тағала алапес ауруынан, жаман аурулардан, кез келген жаман аурудан сақтай көр деген сияқты көптеген дұғалары бар. Сондықтан да кез келген, яғни арнайы сол аурудың атауы аталмайды, жалпы кез келген
адамға өміріңізге зиян келетін нәрселерден сақ қыла көр деп дұға қылса, нұр үстіне нұр болады. Яғни Алла тағала әр адамның тілінде, адамның не сұрағысы келгенде Алла тағала білуші. Сондықтан да әрине пайғамбарымыздың көрсеткен дұғалар арқылы, ғалымдардың қалтырған баталары, тілектері арқылы айтылса, нұр үстіне нұр. Бірақ өзіңіз түсінген анық тіліңізбен сұрасаңыз да Алла тағала осындай індеттен мені сақтай көр десе, бұл да дұға болып есептенеді. Және Алла тағаланы мақтаумен, пайғамбарға салауат айтумен, егер де сол нәрселердің барлығы жасалынатын болса, нұр үстіне нұр. Бізде сұрақ өте көп, соны кейбіреулерін қазір мен мүмкін қысқартармын, болмаса уақытымыз қарай. Күйеуі намазхан болмаса, әйелі намазхан болса және ері әйелінің хақысын бермесе, оның үкімі қандай? Әйел адам не істеу керек мұндай жағдайда? Енді бұл мәселе бойынша енді бірден бұл сұрақтар жалпылама қойылмайды. Әрине жаңағы ердің әйелдің алдындағы хақысы бар, әйелдің ердің алдында хақысы бар. Бұл нәрсе анық. Бірақ сұрақты толық түсіну үшін әйел адамнан да ер адамда екеуін бірге тыңдағаны абзал. Өйткені бір тарап толық сұрақты анық қоймауы мүмкін де, көріңіз. Егер осындай жағдайлар туындап жатса, отбасылық болсын, мешіттердің жанында болмаса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында фатуа бөлімі бар. Ол жерде үлкен ғалымдар жұмыс істеп жатыр, әлхамдулилля. Сол кісілерге келіп, сұрап, осы сұрақтың жауабын алса, иншалла болады. Сондықтан да бұл жалпылама айтылатын нәрсе емес, тек әр отбасыға жеке қарағаны абзалырақта болады, екі жақты тыңдалған күйде. Шын мәнісінде пәтуа бөліміне солай ері мен әйел де келіп жатады мұндай мәселелерде. Яғни ер мен әйелдің хақыларын айттық. 24 мамыр күні айтпа, әлде 23 ма дейді. 24 мамыр жексенбі күнге тура келіп отыр. Сенбі күні оразаларыңызды аяқтайсыздар, Құдай қаласа. Жексенбі ауыз бекітпейсіздер. Айтта мешіттерге барып айт намазды оқысақ бола ма? Айтта айт күні туыстарға айттауға бола ма екен? Енді бұны да діни басқарма бүгін ертең шешімі шығу керек, Құдай қаласа. Айт намазын оқу жамағатпен. Ал енді жаңағы қазір коронавирусқа байланысты мүмкін сақтанып жол жабық болып жатса, енді айттай алмайсыздар. Қаланың ішінде ашық болып жатса, ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын туысқандардың арасында. Бұл туысқанымыз тәкаппар адамдар болса, не істейміз ұстаз дейді? Жоғарыда айттық қой, туысты біз таңдамаймыз деп. Сол тәкаппар болса да, басқа болса да, ол кісімен жылы қарым-қатынаста, хайырлы жақсы сөз арқылы ол кісіге ұнайтын нәрсе. Пайғамбарымыздың кезінде қалай болған? Меккені ашылуы болады ғой, Меккенің ашылуы тарихта. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, кімде-кім өз үйінде қалатын болса, оған ешкім тиіспейді дейді. Және кімде-кім Абу Суфиянның үйінде болса, оған да ешкім тиіспейді деген сөз айтады. Сонда жалпы Абу Суфиян өзінің жаңа қоғамда үлкен беделді адам болған. Атын атап, оны кісіні көтеріп қою, бұл жүрегіне жылы тиетіндігін пайғамбарымыз білген. Сондықтан да Абу Суфиянның үйінде болса да, кімде-кім үйінен шықпаса тиіспейді деген сөз ғой. Бірақ пайғамбарымыз оны атаған. Сондықтан да жақсы сөз жарым ырыс дейді. Егер де сондай бір адамдар болатын болса, жақсы сөз ол кісіге ұнайтын, егер де жаңағы ақиқат нәрселер болатын, соларды айту арқылы адам қарым-қатынасты үзбеуге, соған қадам басуға тырысса, нұр үстіне нұр болады. Туысқан дегенге атамның бауырының бауырлары, құда жекжаттар кіре ма дейді. Әрине ол барлығы сіздің анасы жақтан нағашылары және әкесі жағынан барлығы кіреді. Бұл туысқаныңыз болып кетеді. Көршілеріміздің өзі туысқан болып кетеді ғой ауылда. Ораза қабыл болсын, айт намазының орнына бір нәпіл намаз оқысақ бола ма, ұстаз? Енді орнына нәпіл намаз емес, жалпы нәпіл намаздарды орындаса болады, бірақ айттың орнына деп айтылмайды ондай нәрселер. Сондықтан енді жаңа жоғарыда айтылды ғой, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мәлімдемесі. Ертең мәлімдемесі шығу керек арнайы айтты. Құлақ ассақ нұр үстіне нұр болады.
осы акциялардан келген табыс халал ма, осы биржадан табыс табуға бола ма дейді? Енді биржаларға байланысты, жалпы мына лотереяға байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы мәлімдемелері, ұстанымдары бар. Жалпы Пәтуа KZ-ке болмаса жалпы қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан колл-центр жұмыс істеп тұр. 33-30-30 телефоны осы Нұр-Сұлтан қаласының кодын алып терзіп сұрақ қойса болады. Яғни бұл жерде енді көптеген сұрақтарға үлгере алмауымыз мүмкін. Жаңа осы нәрселердің барлығын біз діни басқарманың пікірі, жалпы осы сұрақтарға жауапты алса болады иншалла. Духа намазын ұйықтамай керекпіз бе? Ұйықтамай оқуымыз керек па? Әлде ұйқыдан асықпай тұрып оқуға бола ма? Яғни басты күн Тастөбеге келем дегенге дейін оқысам болды емес пе? Әлде қателестім бе дейді? Жалпы бұл духа намазы пайғамбарымыздың енді сүннеті бойынша таң намазын оққаннан кейін күннің көтерілгенін пайғамбарымыз күткен. Содан кейін духа намазын оқитын болған. Бұл ол кім адам осылай амал жасаса, оған умраның кішкентай қажылықтың сауабы бар деген мағынадағы пайғамбарымыздың хадисі бар. Ал жалпы егерде мысалы қазіргі уақытта, мысалы түні бойы ояу болу мүмкін, сәресінің уақыты ерте, сондықтан да намаздан кейін немесе жаңағы жалпы Тастөбеге бесіннің алдына дейін бұл духаның уақыты болып есептелінеді. Сонда күн көтерілгеннен бастап сол уақытта орындаса, иншалла нұр үстіне нұр ол уақытымен сәйкес келген адам болады. Екі сауалымыз қалған екен. Ұстаз, осы ата-анамызға сен деп сөйлеп үйреніп қалған едім. Сіз деп сөйлеуіміз міндет пе? Сен деп сөйлесек күнә болып есептелмей ме? Енді бұл жерде күнә сауап деп тұрғыда емес, жалпы әдеп тұрғысынан алатын болса, қазақта сөз осы, сен деген не түседі, сіз дегеннен нең кетеді деген сияқты сөздерді айтылып жатады. Жалпы сіз деген ол құрметке немесе ата-анаңызды қуандыруға себеп сөздерден болатын болса, онда соны жасаса, иншалла нұр үстіне нұр. Яғни ата-ана деген ол өте үлкен жәннаттың есігі болып есептелінеді. Сондықтан да оларды қуандыру, оларға қандай қызмет болсын, жылы сөз болсын, қайсысы дұрыс болады, соның барлығын жасап қалса, нұр үстіне нұр болады. Қанат ұстаз, Яжуж, Мажуж деген кімдер? Солар туралы қысқаша айтып өтсеңіз дейді. Енді бұл Яжуж, Мажуж Құранда келтірілген, ол қауым екендігі, олардың көп болатындығы және олардың келуімен қияметтің басталғандығы жөнінде айтылады. Енді бұл өте үлкен, ол үлкен арнайы тақырып болып есептелінеді. Қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайттарына кіретін болсаңыздар, осы тақырып бойынша айтылған, жазылған мақалалар, деректер өте көп, бірақ ол қияметтің белгілері екендігін біз білуіміз керек, және олардың барына келетіндігіне біз иман келтіруіміз керек. Олардың жерде бүлікшілік жасайтындығына біз сенеміз, жалпылама алған кезде. Әрі қартай сол діни басқармадағы түсірілген бейне роликтер, жазылған мақалалардан қарап алса, нұр үстіне нұр болады. Жақсы, Алла разы болсын. Міне біз енді бір сағаттай уақытымызды арнадық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы туыстық қарым-қатынасты арттыру жайында болған. Одан бөлек біз әлеуметтік желіге келіп түскен сіздердің сауалдарыңызға міне толықтай бір 10-15 сауалға Қанат ұстаз ерінбей, асықпай, тәптіштеп түсіндіріп берді. Бүгінгі студиямызға келіп уақытыңызды бөлген үшін өзіңізге Алла разы болсын. Қанат Қыдырмен ұстаз бүгінгі біздің тақырыбымыздың кейіпкері, қонағы болған болатын. Алла разы болсын. Қадірменді көрермен, қадірменді бауырлар, осы айдағы ұстаған оразаларыңыз міне Алла қабыл етсін. Барлықтарыңызға жақсылық тілейміз, амандықта жүздесейік. Ораза қабыл болсын.